аңшылар бір нәрсені айтатын. Егер түнде далада жалғыз отырған сұлу қызды көрсең, алдымен оның қолына қара. Көп жыл бұрын бір аңшы түнде жалғыз өзі дала жолымен келе жатқан. Ай жарық еді, бірақ дала тым-тыныш болатын. Кенет ол алыстан бір қызды көреді. Қыз жалғыз отыр. Ұзын қара шашы иығынан төмен түсіп тұр. Аңшы оған жақындап келеді. «Бұл жерде не істеп отырсыз?» деп сұрайды. Қыз жауап бермейді. Тек баяу басын көтереді. Оның жүзі өте әдемі еді. Бірақ аңшы бір нәрсені байқайды. Қыздың қолдары көрінбейді. Олар ұзын жеңнің ішінде жасырылған. Сол кезде аңшы бір дыбыс естиді. Шық, шық, шық. Металдың баяу сықыры. Қыз ақырын қолын шығарады. Ал оның саусақтарының орнында ұзын жез тырнақтар жарқырап тұр. Қыз сыбырлап айтады. Кеш қалдың. Сол түні аңшы ауылға жетіп, бір ғана сөз айтқан. Ол адам емес еді. Ол жез тырнақ еді.